Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік, әдемі, дәмді салат жасап үйренеміз. Ол үшін бізге 2 кәді керек. Оны біз үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқа, бұрыш, тұз, ұнымызды салып араластырып аламыз. Және де үстіне қопсызғыш салып, дұрыстап тағы да араластырамыз. Алдын ала қыздырылған майға салып пісіріп аламыз. Арасына бізге қызанақ, қияр, колбаса қажет болады. Соны сақтап тураймыз. Бізге арасына творожный крем қажет болады. Ол үшін біз блендерға творог пен қаймақты салып, дұрыстап араластырып, дайын болған құймағымыздың арасына жағып, туралған көкөністерімізді, заттарымызды турап саламыз. Үстіне әдемілеп орналастырамыз. Осылай біркелкі етіп жағамыз. Дайын болған салатымыздың үстін сәндейміз. Ол үшін сырты күштен өткізіп, үстіне себеміз. Үстін сәндеуге маған қияр мен қызанақ қажет болады. Мен қызанақтан осындай гүл жасап қойғым келеді. Ол үшін мен осылай турап аламын. Өте мұқият жасау керек, өйткені жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Міне менің салатым дайын, өте әдемі, дастарханға қоюға сәнді ас болсын.